Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сендермен 3-ші сыныптың математиканың 98-ші сабағымен танысамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз текше тікбұрышты параллелепипед дизайн. Бүгінгі сабақта сендер фигуралардың жазбасын әзірлейсіңдер, моделін жинайсыңдар және де орналасымдағы өзгерістерді түсіндіресіңдер. Ең бірінші текше не екенін есімізге түсіріп алайық. Текше деп барлық өлшемдері тең тікбұрышты параллелепипедті атайды. Текшенің жақтары бір-біріне тең 6 шаршыдан тұрады. Егер текшенің қабырғасының ұзындығын А деп белгілесек, онда бір жағының ауданы S тең А квадрат болады. Енді бірінші тапсырмаға көшейік. Текшенің жақтарына жазылған сөзді таңда. Текше мен тікбұрышты параллелепипед, шаршы және төртбұрыш жайында сұрақтар қой. Бұл жерде сендер жай ғана текше, тікбұрышты параллелепипед, шаршы және төртбұрыш жайында сұрақтар қоясыңдар. Бұл қиын емес. Екінші тапсырманың асы. Фигуралардың қайсысы текшенің тікбұрышты параллелепипедтің жақтары болып табылады? Бірінші фигура текше деп аталады. Екінші фигура текшенің бір жағы. Үшінші фигура тікбұрышты параллелепипед. Төртінші фигура оның бір жағы. Сонда бізде текшенің бір жағы осы, ал тікбұрышты параллелепипедтің бір жағы осы болып табылады. Екінші тапсырманың әсі. Мына қораптың бүйір жағының ауданын есептеу. Қорапты қаптау үшін қанша қағаз керек екенін тап. Бірінші берілгенін жазамыз. Берілгені А тең 8 метр, Б тең 4 метр, С тең 2 метр. Енді нені табу керек екенін жазамыз. Бізге бүйір бетінің ауданын табу керек. Ол үшін 2АС қосу 2БС формуласын қолданамыз. Енді жазамыз. СББ тең 2 көбейтілген 2 көбейтілген 8 қосылған 2 көбейтілген 2 көбейтілген 4. Тең 2-ге көбейтеміз 2-ні 4 шығады, 4-ге көбейтеміз 8-ді 32 шығады. Енді 32-ге қосамыз 2-ні көбейтеміз 2-ге 4 шығады, 4-ге көбейтеміз 4-ді 16 шығады. Сонда 32 қосылған 16 тең 48 метр квадрат. Жауабы қорапты қаптау үшін 48 метр квадрат қағаз керек. Екінші тапсырманың басы. Таспаны күлтелемей қорапты 2 мәрте айналдыра байлау керек. Ол үшін қанша метр таспа қажет болады? Бізде осындай текше берілген. Текшенің бір тобесі 10 сантиметр екен. Біз білеміз, текшенің 8 тобесі болады. Сонда 10-ды 8 рет қоссақ 80 сантиметр шығады. Немесе жай ғана 10-ға көбейтеміз 8-ді, тең болады 80 сантиметр. Сонда 80 сантиметр таспа қажет болады. Үшінші тапсырма. Бөлменің ұзындығы 8 метр, ені 5 метр, биіктігі 3 метр. Осы бөлменің еденінің ауданын тап. Бөлме қабырғалары бетінің ауданын есепте. Бөлмеде терезе ұзындығы 2 метр және ені 2 метрмен, есік ұзындығы 2 метр және ені 1 метр бар екендігін есепке алуды ұмытпа. Бірінші берілгенін жазамыз. А тең 8 метр, Б тең 5 метр, С тең 3 метр. А терезе тең 2 метр, Б терезе тең 2 метр, А есік тең 2 метр, Б есік тең 1 метр. Енді нені табу керек екенін жазамыз. Бізге еденнің ауданын, терезенің ауданын, есіктің ауданын және де бүйір бетінің ауданын табу керек. Еденнің ауданын табу үшін 8-ге көбейтеміз 5-ті тең 40 метр квадрат. Терезенің ауданын табу үшін 2-ге көбейтеміз 2-ні тең 4 метр квадрат. Есіктің ауданын табу үшін 2-ге көбейтеміз 1-ті тең 2 метр квадрат. Енді бүйір бетінің ауданын табу үшін 2-ге көбейтеміз 8-ді, көбейтеміз 3-ті, қосамыз 2-ге көбейтеміз 5-ті, көбейтеміз 3-ті, тең 48 қосылған 30 тең 78 метр квадрат. Төртінші тапсырманың асы. Дизайнер сыйлық салу үшін текше пішінді қорап әзірледі. Оған үлгі жасауға көмектес. Қорапты өз талғамына қарай сәнде. Яғни сендер текшенің жазбасын пайдаланып қорап жасау керексіңдер. Сосын қорапты өздеріне ұнағандай сәндеу керексіңдер. Төртінші тапсырманың асы. Қай қораптың жазбасы берілген? Бірінші текше сәйкес келмейді. Екінші текше де сәйкес келмейді. Үшінші текше сәйкес келеді. Бесінші тапсырма. Ойнайық. Бір текшені лақтыр. Түскен санға көбейт. Қалай тиімді есептеуге болады?
Мұны ойнау үшін сендерде текше болу керек. Бар болса, оны лақтырып түскен санға көбейтесіңдер. Біз 4 түсті деп ойлайық. 50 қосылған 40 тен 90, 90 көбейтілген 4 тен болады 360. Осылай өздерің де ойнап көріңдер. 6-шы тапсырма. Дизайнер сызық салу үшін тікбұрышты параллелепипед пішінді қорап әзірледі. Оған үлгісін жасауға көмектес. Өз талғамына қарай қорапты безеңдер. Бұл жерде сендер суреттерге қарап тікбұрышты параллелепипед пішінді қорап әзірлейсіңдер. Бұл жерде жасау алгоритмі бар. Жасап болған соң оны безендіресіңдер. 7-ші тапсырма. Астыңғы текшенің қабырғасы 6 см. Оның үстіне қойылған әрбір текшенің қабырғалары 1 см-ге кеміп отырады. Онда ең үстіндегі текшенің қабырғасының ұзындығын тап. Ең үстіндегі текшенің қабырғасының ұзындығы 2 см. Себебі жасыл текше, яғни ең үлкен текше 6 см. Ал оның үстіндегі қызыл текше одан 1 см-ге кем, яғни ол 5 см. Оның үстіндегі сары текше одан да 1 см-ге кем, сонда ол 4 см. Оның үстіндегі тоқсары текше 1 см-ге кем, сонда ол 3 см. Ал оның үстіндегі көк текше одан 1 см-ге кем, сонда ол 2 см. 8-ші тапсырма. Кесте бойынша өрнектер құрастыр және жазулардың мәнін тап. 300 азайтылған 12 көбейтілген 3 тең болады 204. 780 азайтылған 156 көбейтілген 4 тең 156. 45 қосылған 765 азайтылған 205 тең болады 605. 730 азайтылған 12 қосылған 460 тең болады 238. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.